міне осындай әрбір үкімінде Алла тағаланың жаңағы даналығы бар. Кейбір неде мысалы баяндамайды. Бізге мысалы бесін намазы тал түстен келгеннен кейін оқимыз. Бізге солай бұйырылған. Күннен келгеннен кейін оқыңдар деді, біз оқимыз. Біз білеміз Аллах тағала дана, бірақ неге деген сұрақты біз қоймаймыз. Алланың даналығына иман келтірген адам ол сұрақты қоймайды. Қарыз ғой. Міне сол сияқты бір нәрсені бұйырса, кейбір бұйырған ісінде даналығын баяндайды, кейбір істерінде баяндамайды. Өйткені негізгі мұсылманның ең әдемі жері естідім де бойсындым деген жері. Бұған жететін жердің бетінде жақсылық жоқ. Бұған жететін жердің бетінде характер жоқ та. Ешкім жарасамайды бұл характермен. Алла тағаладан бір бұйрық келген кезде естідім де бойсындым Раббым дегеннен. Рағд сүресінде мысалы «Қол әллазина кафару ләста мурсалан». Пайғамбар салса мен Аллахтың елшісімін деп атқан кезде ол кісілер жиналып келеді де сен елші емессің дейді. Сосын ана жерде жиналып тұрған адамдар күмәнға кетеді. Көрдіңіз бе? Құранның жауабы бірден келіп тұрады. Не? Уәл Құр'анил хаким, данагөй Құранмен ант етемін, расында да сен Алла тағала тарапынан жіберілген елшілерденсің. Сен нақты елшісісің Алла тағаланың. Міне, сол елші деген мағына, құрметті жамағат. Бұл жерде қазір мына сол кездегі меккелік кезеңдегілер көп қарсылық жасады елшіге. Елшіне жынды деді мысалы, елшіне өтірікші деді, елшіне сиқыршы деді. Әртүрлі жала неше түрлі нәрселерді айтты қарсы. Алайда Алла тағала тура жолға салып атқан сахабалар бірте-бірте иманға келіп жатты. Осы елшінің қадірі өте үлкен нәрсе. Бұл елші деген ұғым өте үлкен ұғым бұл негізі. Жоғары тұрады күллі нәрседен. Пайғамбар саллаллаху өзі айтқандай, ла юмину ахадукум, ешкім сендерден толыққанды иман келтіре алмайды. Міне, толыққанды кәміл бола алмайды иман тұрғысынан. Хатта акуна, мен болғанға дейін оған ахаббан наси, мен оған күллі адамдардың ішіндегі ең сүйіктісі болмайынша дейді. Бір риуаяттарда «Вамин әхлихи», «Вамин мәлихи», малынан да, отбасынан да, күллі адамдардан да мен артық болмайынша жүрегінде иман кәміл болмайды дейді. Ол иман сол жаңа толыққанда болмаған кезде бізде күнәлар көп болады. Ең қиын тұсы бұның. Мысалы сіз Алла тағала тура жолға салып, жақсы нәрселерді үйретіп атқаннан кейін, Құраннан, сүннеттен бір амалдарды үйреніп атқаннан кейін, сен пайғамбарымызды жақсы көріп бастадық біреуіміз. Сөйтіп, адамдардан артық сүю деген нәрседе, егер де ол адамның сізде егер бұған дейін де өз адамдарды көп жақтыра бермейтін адам болсаң, бұл амал сізге оп-оңай болып кетеді. Андай тікелей мағынасында алып кетесің да бұны. Сөйтіп дұрыс істеп жүрмін деп ойлайсың да. Сосын Алла тағала жаңағы реттеп қойған саты-сатысымен отбасыңнан дейді, малыңнан дейді. Сосын міне сол кездерде сынақтар басталады. Нақты бойсынасың ба, бойсынамайсың ба? Адамдардан деген ең жеңіл сияқты. Өзіңмен өзің жүріп беруге де болатын сияқты да былай. Ол жерде адамдардан деген кезде ол ана адамдардың көңіл қалауларынан деген мағынада тұр. Мысалы бір адам келеді, сізді бір болмайтын бір іске шақырып жатыр. Сол кезде Алланың елшісі жоғары тұрады. Ол сенің жақсы бір кезінде араласып жүрген досың болса да адамдар. Отбасыңнан да артық болу керек дейді. Пайғамбар саллаллаху айтыр, мен отбасыңнан артық болу керекпін дейді. Қана жүректі қалай сынап жатыр да. Өйткені Алла тағала өзі айтты, ана апталика, ей пайғамбар саллаллаху, мен сені емтиханнан өткіземін дейді. Осы жолдың күллі ауырлығынан өткіземін мен сені. Мекке ашылғанға дейін. Сондай-ақ саған ергендерді де уәпталибика, сен арқылы саған ергендерді де сынаймын мен дейді. Соқтан пайғамбарымызға ілескеннен кейін
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мектебі ғой. Сүннет деген нәрсені дұрыс танысып алайық біз. Біздің көбінесе сыртқы нәрсе ғой. Ішіне келіп жатырық біз сүннеттің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ер менің артымнан дейді. Сөйтіп еріп келе жатырмыз. Соны сізге айтады. Мен дейді сен үшін отбасыңнан артық болу керекпін дейді. Мысалы қазір әркім өзінің жүрегіне қойып көрейік. Пайғамбар сізге айтып тұр солай. Бізде не жауап бар? Сөйтсе біз сырттағы нәрселеріміздің бәрі құр алданып жүрген нәрсе екен ғой ол. Сен отбасыңнан артық болу керекпін дейді сенің. Отбасың мен әкелген тәлім тәрбиеге бағыну керек дейді. Көрдіңіз бе? Сенің малыңнан артық болу керекпін дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам малыңыздан сұрақ қалуы мүмкін. Анау қарын ашып тұр, апарып берші деп. Сосын тағы келе жатқанда анау да қарын ашып жатыр екен, апарып берші деп. Бірінші бергенде оңай болуы мүмкін ол. Бірақ қайта айта берсе қиын болып қалуы мүмкін. Сосын бұның ең ауыр жері дегеніңіз енді ең соңында айтады, өзінен де мені артық көрмейінше дейді. Жан дүниең. Сол кезде жаңағы Омар радиаллаху анху сахабалар ашық қой. Көрдіңіз бе? Жаңағы Омар радиаллаху анху айтады, ей Аллахтың елшісі, мен сізді күллі адамдардан да, отбасынан да, малынан да артық сүйемін. Өзімнен сүйе алмай тұрмын дегенде қылады. Мағынаны түсіну керек. Әрбір адамның бойында өзім деген нәрсе бар. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тәрбиелік мақсатты айтады. Ол онда болмайды дейді. Сонда Омар радиаллаху анху, сол жерде Омар радиаллаху анху бірден айтқан ғой. Жігер күші, шешімді бірден қабылдау деген нәрсе бар ғой. Сонда айтады, ей Аллахтың елшісі, міне дәл осы сәттен сіз маған менің жанымнан да өзімнен де артықсыз дейді. Әл-әна я Омар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, міне енді ей Омар. Толықты деп отыр ғой. Сіз ба? Міне енді толықты дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сіздің уақытыңыз керек болып қалса, сахабаларды елестетіңіз өзіңіз, мысалы. Уақытыңыз керек болып бір жерге жұмсаймын десе, сол жерде өзім деген нәрсе жібермеуі мүмкін. Сосын Ниса сүресінде бізге Алла тағала айтады мысалы, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Біз елшіні жіберетін болсақ, оны тек бой ұсынылуы үшін ғана жібереміз дейді. Бірақ мақсат қараңыз, бізден талап етілетін нәрсе, біз бой ұсыну керекпіз оған. Басқа нәрсе үшін басын қатырып, мазалап деген нәрселер болмайды. Елші келді ма, жіберілді ма, ол бой ұсынылу үшін жібердік дейді. Оған бой ұсынасың дейді. Сол үшін жібергенбіз дейді оған. Сендерге адамдарға. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейде бір үкім сұрап келсеңіз, сосын сіздің адамның көңілі бір үкімді үміт етіп келді. Осылай жауап берілетін шығар маған деп. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқаша жауап беріп жіберсе ше. Сіз ойлағандай емес, сіздің көңіліңіз дайын болмаған бір жауапты берсе, ол жауап берсе хаким, Құранмен жауап береді ғой. Сонда дана, әр нәрсені өзінің орнына қоятындай жауап береді. Ол Алланың атынан сөйлейді ғой. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Нәжім сүресіндегі аяттар естеріңізде, ол көңіл қалауынан сөйлемейді. Ол қашан сөйлесе де уахимен сөйлейді. Не сондықтан Ниса сүресінде айтады, فَلَا وَرَبِّكَ Раббыңмен ант етемін сенің ей Мұхаммед дейді. لَا يُؤْمِنُونَ Олар толық иман келтіре алмайды. Толық иман келтіре алмайды. Хатта юхаккимука фима шаджара байнахум. Араларында бір тартыс болып қап, сол тартысқа сені төреші қылмайынша иман келтіре алмайды дейді. Қараңыз қандай нәрсе. Сондықтан бізді бір істе, саудада болсын, отбасында болсын, бір кішкентай бір проблема болған кезде сіздің ойыңызға ең бірінші келетін нәрсе пайғамбарымыз не айтады екен бұл мәселеде болу керек. Көрдіңіз ғой. Төрелігін іздеп отырсыз да оның. Сені төреші қылмайынша сол араларындағы болып қалған жаңағы іске ол толыққанды иман келтіре алмайды дейді олар. Ол бірінші шарты дейді. Екіншісі, «Сумма ла яджиду фи анфусихим хараджа мимма қадайта». Сосын сен шешкен үкімге, сен төрелік қылып шешкен үкімге
мына іштерінде ризалық болу керек дейді, пайда болу керек дейді. Не деген үкім мынау, я Алла, мынау керемет қой деген жан дүниелерінде қысылу басқасы жоқ па деген нәрсе болмау керек дейді. Қараңыз қалай сынайды. Сосын ваюсаллиму таслима, сосын сіз жаңағы сенің қолыңды ұстап ассаламу алейка я расулалла деп шын жүрекпен сәлем тастап кетпейді дейді сол жерге. Көрдіңіз ғой, кез келген мәселеде екі адам ұрысып қалып жатқан болса, мысалы, соны барып қойыңдар, ұрыспаңдар деп жатса, ол екен қойши деп жатса, бізде жоқ қой бойсыну. Біз елшіге сену деген нәрсе қайда? Біз Мұхаммед пайғамбар Алла Тағала тарапынан жіберілген елші екен деп сонымен есікті бүйтіп жауып қоя салған болғанбыз да. Жоқ, ол сен үшін жіберілді ғой, сенің бақытың үшін келген ол.